Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз пиццериядағыдай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын екі түрлі пицца жасаймыз. Пепперони мен маргарита пиццасын. Бұл пиццалардың пісу уақыты небәрі 8 минутта ғана піседі. Ал қамырын айтсаңыздаршы, қамыры өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен қамырын жасауды бастайық. Ол үшін бізге керегі 175 грамм жылы су. Осы жылы суымызға 1 шай қасық шекер және де 1 шай қасық ашытқы, яғни дрожж. Осылардың бәрін араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Бетін осындай пищевой пленкамен жауып. 15 минут өткен соң сіздердің ашытқыларыңыз осылай көпіруі қажет. Көпірген соң 350 грамм ұнымызға, яғни електен өткізілген ұнымызға құямыз. Сосын жарты шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып қамыр илейміз. Достар, осы қамыр илеп жатқан кезде қамырларыңыз жұмсақ болған қаласаңыздар 25 грамм ерітілген сары май немесе сары майдың орнына сұйық май қоссаңыздар болады. Осы сұйық майымызды қосып ары қарай араластырамыз. Осы қамырды илемей жатып, біз бірінші апарасын жасау керекпіз. Ол үшін жаңағы айтқандай 175 грамм жылы суға, бұл жерде сіздер қолдарыңызды суға батырып көрсеңіздер жылы, яғни ыстық болмау керек, жып-жылы болған жағдайда сол суға 1 шай қасық без горки ашытқы саласыздар. Сосын 1 шай қасық шекерді салып, бәрін жақсылап тұрып араластырып 15 минутқа қойып қоясыздар, бетін жауып. Мінекей достар, біздің жұмсақ, қолға жабыспайтын қамырымыз дайын болды. Осы кезде сіздер осы қамырымыз жабысып қалмасы үшін бірінші үстіне кішкене майымызды құйып жібереміз. Майды қамырдың барлық шетіне жағып, салафанға салып қоямыз. Салафанға салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты немесе 1 сағаттан соң біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Осы көтерілген қамырымызды тағы да бір рет илеп жібереміз. Сосын осы қамырды осы кезде дәл теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Бұл жерде мен әр қамырды 280 граммға бөлдім. Осылай теңдей 2 бөлікке бөліп болған соң қамырларымызды осылай домалақтап ыдысымызға қайтадан қоямыз. Осы қамырдың үстінен осылай сары майымызды жағып шығамыз. Сіздер осы кезде осы қамырлардың ортасына қасық қойсаңыздар болады, жабысып қалмас үшін. Осы қамырымыздың үстіне салафанымызды саламыз да тағы да 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамырларымыз көтеріліп жатқан кезде біз осындай керек салмаларын дайындайық. Ол үшін бізге керегі 400 грамм сыр. Менде бұл жерде эмирдің моцарелла сыры. Осы сырды үкіштен өткіземіз. Келесі кезекте шұжығымызды, яғни колбасамызды тураймыз. Менде осындай Нарлен компаниясының колбасасы. Осы колбасаларды осылай жұқа қылып, домалақ қылып турап шығамыз. 1 сағат өткен соң біздің қамырымыз 2-3 есеге көтерілген. Енді осы қамырымызды домалақ қылып жаяйық. Ол үшін бізге керегі кішкене осындай жерімізге ұн сеуіп аламыз. Сосын қолдың көмегімен осы қамырымызды домалақ қылып жаямыз. Қолдың көмегімен жайып алған соң, сосын барып оқтаумен жаямыз. Достар, осы пиццаның толық құрамын сіздер видеоның астынан таба аласыздар. Мінекей қамырымызды жайып болдық. Біз осы пиццамыздың шетін кішкене қалың болып тұрған қаласаңыздар, онда осылай мына видеодағыдай қамырларымыздың шетін қайырып шығыңыздар. Осылай қамырымызды жұқа қылып жайып, сосын шет-шетіне бортикке шығарып болған соң, осы қамырымызды пергамент қағазы төселген формамызға кеп саламыз. Достар, бұл жерде қараңыздар, жаңағы қайырған қамырымыздың шетін осы асты жағына жібереміз. Пиццаның қамырының соусына мен
кетчупты қолданамын. Осылай кетчупты қамырымыздың барлық шетіне жағып шығасыздар. Сіздер осы пиццаның соусына кетчуп пен майонезді араластырып жақсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызда. Соусымызды жақ болған соң, енді сырымызды сеуіп шығамыз. Осы пиццаға, достар, сырды аямаңыздар. Мен осы 2 пиццаға барлығы 400 грамм сыр қостым. Сонда бір пиццаның үстіне шамамен 200 граммдай сыр кетті. Ал енді колбасамыздың кезегі. Колбасаларымызды осылай қатарынан әдемілеп қойып шығамыз. Достар, негізі сіздер осы пиццаларыңыздың қамырын жайып жатқан кезде пештеріңізді қосып қоюларыңыз керек. Сіздердің пештеріңіздің ең жоғарғы градусы қандай? Сол градусқа қойып қыздыруларыңыз керек. Мәселен, менде ең жоғарғы градус 250. Осы 250 градуспен осы пиццамызды пісіреміз. Мен мына пиццаны 250 градуста небәрі 8 минутта пісірдім. Достар, ойымдамаңыздар, сіздердің пиццаларыңыздың асты піспей қалады деп олай ойламаңыздар. Сіздердің қамырларыңыз өте жұқа болған соң, пиццаларыңыз небәрі 8 минуттың ішінде пісіп шығады. Піскен соң сразу осылай кесіп, дәмін татып көріңіздер. Қараңыздар, біздің пиццамыз өте аппетитный көрініп тұр. Дәмі деген өте дәмді болып шықты. Бұл жерде біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Бұл пиццаны сіздер пиццарияның пиццасы деп те ойлап қаласыздар. Шынымен де дәмді болып шыққан. Ал енді екінші пиццамызды жасауды бастайық. Ол маргарита пиццасы. Мен осы маргарита пиццасына өзім осындай болгарский перец қосқым келді. Сіздер қоссаңыздар да болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Осындай жасыл түсті болгарский перецті осы видеодағыдай турап шығасыздар. Сосын қызанақтың кезегі. Бір штук қызанақты алып, осылай мына видеодағыдай жұқа қылып турап шығасыздар. Маргарита пиццаның қамырында осылай жұқа қылып жайып, сосын шет-шетін қайырып шығасыздар. Соусына кетчупымызды жағып шығамыз. Кетчупымызды қамырымыздың барлық шетіне жағып болған соң, сырымызды да қамырымыздың барлық шетіне сеуіп шығамыз да, келесі кезекте болгарский перец пен қызанақтарымызды қатарынан қойып шығамыз. Негізі бұл маргарита пиццасы тек қана қызанақтан, сырдан тұрады. Өздеріңіз қалаған тағы салма қоссаңыздар да болады. Осы пиццаны қызып тұрған пеште 250 градуста 7-8 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, біздің көптен күткен пиццаларымызды дайын болды. Осы пиццаның иісі бүкіл кухняның иісін алып жатыр. Иісі өте тәтті, адамның аппетитін ашады. Осы пицца піскен соң сразу кесіп дәмін татып көріңіздер. Достар, маған қандай пицца ұнаған сіздерге айтайын. Осы пепперони мен маргарита пиццасының ішіндегі ең күштісі, ең дәмді болып шыққаны, маған қатты ұнағаны осы маргарита пиццасы. Бұл жерде болгарский мен қызанақ өте күшті үйлесіп тұр. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Мінекей достар, мен бүгін осы видеода сіздерге 2 түрлі пиццаның жасалу жолын үйреттім. Тура осы менің айтқаныммен жасасаңыздар, сіздерде де өте дәмді, жұмсақ пицца шығады. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Қалай шыққанын комментарияға жазып қалдырыңыздар.